Мынау түркі әлеміне ортақ бір әліпби құрылады дегенде еміс-еміс әңгімелер естіп қаламыз. Осы жайлы сіздің хабарыңыз бар ма? Қандай әліпби құрылуы мүмкін, жасалуы мүмкін, егер ол іске асқандай болса? Енді жалпы тіл деген құдіретті күш қой. Мысалы, ағылшын тілін алатын болсақ, әлем аузын ашып отыр. Қуаттанып, әбден тамырланып алған орыс тілінің құрсауынан әлі күнге дейін шыға алмай әлікпіз. Енді қазіргі таңда жалпы түркі тілдері 200 миллионнан астам адамның ана тілі екен. Өзіңіз ойлаңызшы, саяси себептерге байланысты бір-бірлерінен алшақтатылған түркі тілдерін ортақ түркі әліпби арқылы қайта жақындатсақ қалай болады? Енді негізі 91 жылы Стамбул қаласында өткен симпозиумда жалпы түркілік ортақ түркі әліпби жобасы қабылданған болатын. 34 таңбадан тұрады. Алайда осы ортақ түркі әліпбиі неге ортақ бола алмай отыр дегенге келетін болсақ, себебі біреу ғана, түркі әлеміне ортақ идеологиялық бағдар әлсіз. Әрине, мынандай детальдар да бар. Таңбасы мысалы қайта қарауды қажет етеді. Ол енді детальдар. Дегенмен былтыр тіл бірлігі және түркі мемлекеттерінің ортақ түркі әліпбиіне өту процесін тездету мақсатында біртұтас әліпби жасау жөніндегі комиссия құрылды. Бұл үлкен жаңалық. Және бұл түркі мемлекеттер ұйымы аясында құрылғанын айта кеткен жөн. Енді ортақ түркі әліпби қандай болу керек дегенге келетін болсақ, ең алдымен бірдей дыбыстар бар ғой. Мысалы ш, ж мысалы. Осылар бірдей болу керек, бірдей таңбалармен таңбаланады. Одан кейін мысалы қазақтың о дыбысы. Ортақ әліпбиде жоқ, таңбамен таңбаланады. Ал мысалы башқұртшада да екі түрлі з бар. Оның бір з-сына бөлек таңба арналады. Яғни әліпби түзу процесс принциптері, емле ережелер, әр тілдің өзіндік фонетикалық ерекшеліктері барлығы ескеріледі және ортақ ғылыми принциптер айқындалады. Мақсаты түркі халықтарының жазуларын біріктіру, мәдениет кеңістіктерін жақындату, ең маңыздысы бір-бірлерін оңай түсінулеріне жол ашу. Осы орайда Исмаил Гаспаралының бір сөз есіме түседі: тілде, пікірде, істе бірлік деген сөз.